Бұл жерде Бибігүл Төлегенова. Уехал, он шөлдер был, картежник. Жазамыз қарызға. Бразилиядағы фавелалар сияқты орналасқан дәлгі ешкім жоқ. Түс боламыз да бұнеға. Түріктер келді, Қытайлар келді, Россия келді. Баяғыда 14 мың қалып тұрған. 14 мың. Иә, қазір 1,5 мың. 10 жыл, 20 жыл артқа кетіп бара жатқан сияқтымын. Жарайды, сіздер обстановкасын былай видеодан түсініп тұрсыздар. Мен иісін сезіп тұрмын. Мынада 3 адам, анада 1 адам тұрады. Болды. Мынаның барлығы Володя ағай тұратын үй. Дейтін басболдақ сияқты нәрсе бар. Жеке бір тұлғаның документальный фильмі сияқты. Дәулегін қарасаңыздаршы. Ашсай ауылына кіріп бастадық. Бізді Ашсайдың ең алғашқы тұрғындары міне күтіп алды. Достар, көрермендер, бұл ауылға бірінші келген кезде мен табиғаттың сұлулығына тамсанып, керемет қой енді. Одан бөлек осындай үйлерге көп аса мән бердім. Негізі видеоны түсіруіміз YouTube арнаға жүктеу осы үйлердің ескілігіне, үйлердің осындай керемет антиквариат түрінде қалғанына байланысты ой келді. Сол үшін міне бастап жатқан жайымыз бар. Енді көріп тұрсыздар, бірінші қабаттарында пластик терезелер үйлерде, бірақ екінші қабаттарды қараңыздар. Адамдар тұрып жатыр ма, жоқ па білмеймін. Кәдімгі балалық шағымды да кішкене еске түсіре ма. Әлі бұндай үйлер өте көп. Подъезд. Темір есіктер. Адамдар, халық әлі де бұндай көмір қолданады. Өйткені бұл жерге әлі орталық жылу жүйесі орнатылмаған. Енді ауылдың іші таудың ортасы болғаннан кейін қиын ғой міндеттер. Және әрқайсының, әр үйдің осындай жеке-жеке сарайшегі дейміз ба, осындай несі бар. Гаражы. Ауылдың ескі дейміз ба, ауылды Кеңес үкіметінен қалған дейміз ба. Көп сын айта беруге болады, бірақ бір ғана нәрсе жеңеді оны. Мына табиғат. Былай қарап, демалып. Әсем тауларға қарап отырғанға не жетсін. Ашсай ауылының осындай үшке бөлінеді екен. Ақжар, Ашсай, Көз деп үшке бөлінеді екен. Соның мектептің жанында Меруерт дейтін магазин бар. Ол да бір жағы ностальгия. Баяғы ауылдағы магазиндерді еске түсіреді. Ішке кіріп көрсетейін сіздерге. Міндеттерден темірмен қоршап қояды. Есіктерінің өзі қарсаңыздар. QR бар міндеттерде. Балалық шағым есіме түсіп отыр бірден. Бір дүкенде барлық азық-түлік, үйге қажетті, тұрмыстық қажетті және киім-кешектер, ыдыс-аяқтар. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Сауда жасап кетейік. Жасаңыз. Құртты өздеріңіз істейсіздер ма? Үйлер әкеледі. Осы ауылдан. Диетада отырмын, құрт қана жеуге болады. Болмай ма диетаға? Табыс көзі бізде только пенсиядан пенсияға дейін. Біз пенсиядан мына дәптерге жазамыз қарызға, пенсиядан жинаймыз. Әкеп берген әкеп береді, әкеп бермеген жартылай әкеледі. Мына кісілер пенсионер, осы кісілер тағы алып жатыр, қарызын әкеп тағы алады, сондай жағдай. Басқа жұмыс көзі? Жұмыс көзі бәрі вақтыда жұмыс істейді, вақтыда барып істеп келеді, бала-шаға бәрі. Пенсионер, вақты, 2 мектеп бар ауылда. Бар.
химиятымыз бар. Жаман емес, әкімшілік бәрі жақсы жұмыс істеп жатыр әйтеуір. Ауылдан біраз адам көшіп кетіп жатырғанын көрдік. Үйлердің бос қалып жатқандары. Олар не үшін кетіп жатыр? Енді бала шағалары қалаға үйреніп қалғандар көшіп атқандар бар қалаға. Өзімізде келешекте кетсек па дейміз, бірақ әлі жүрміз. Қаншама жыл болды көшем дегенмен әлі жүрмін. Ауылды қимай. Осы жерде әке шешем осы жақта, шешем тірі, 86-ға келді шешем. Сол шешем несі жібермей отырмамыз, әлі шешем қасында болғым келеді. Бірақ бізге дәл осы ауылдың бір ұнағаны, кеңес үкіметінен қалған үйлер, Лениннің ескерткіші бар. Соған қатты қызығамыз, соған қатты тамсанамыз, соған келдік негізі. Оның үстіне сіздің өткенде де магазиніңізге кірген кезде, есігінен бастап ауылымдағы Өзметтік Үскен деген ауылда тұрам, Жаңақорған жақтағы. Қызылорда. Сол кезде де біздің магазиніміз осындай тұғын. Барлығы бар да бір магазиннің ішінде. Сол балалық шағым ойбай деп келген. Мысалға, мыналарыңызда баяғыда не деген жетінек. Мынау бидайдың несі ғой, тәттіге араластырған мектеп бесімізде жаман қатты жеді. Казиняк бар екен ғой мына. Казиняк бар. Сол баяғыдан келеді. Мына екеуі кәдімгі біздің азығымыз еді ғой мектеп кезімізде. Құрттар осы бар есептеп жүрміз. Мынандай бар, мына кесек, ауылда жейтіндер сондайлар жеп қояды. Әпшелер. Жазда салқын болады. Қыста енді жаман қиындау болады енді. Көмір, тек қана? Көмір. Бізде природный газ жоқ қой, көмір. Менде кеткім келмейді. Осы жақсы. Бразилиядағы фавелалар сияқты орналасқан дәл қазір мына жерде тұрған үйлер. Мына мост, мына көпір, ұзын көпір. Және мынандай сай, анау ағып тұрған кішкентай өзенге бола. Көріп тұрсыздар ма? Ағып осылай кеңейтіп, ана үйді қараңыздаршы, мысалы қалай тұр, шетінде жиекте кәдімгі. Қазір әрмен қарай жалғастырып барамыз. Бұдан да қызықтар бар. Бұл көпір, бір ғана көлік, бір көлік деп атауға да болады көпірдің атын. Екі жанында адамдар жүруге, ортасы бір ғана көлік сиятындай орны бар. Егерде ар жақтан көлік келе жатса, мына жақтағы көлік күте тұрады. Ең бастысы көпірдің ортасында бұзылып қалмау керек қой машинаға. Келе беріңдер. Бар? Мынау баня. Ешкім жоқ. Түсіп аламыз да баняға. Бар. Қанша теңгеден екен? Сұрап білеміз. Неге? Баня кімдікі? Сіздердікі ма? Не ма? Қаншадан? Өзіңіздікі ма? Жеке өзіңіздікі ма? 62 содан бері ауылда тұрамын. Бұрын заводта істегенбіз, қазір завод мына тұрған шахта бәрі тоқтап қалған. Жүріп тұрған шахта. Бірақ осы шахтаның қалдықтарын алып кетуге де анау отыр екен ғой жұрттар, басқа елдегілер. Енді келіп жатқандар ғой, бірақ не істетеміз деп келеді да, келмей кетеді ғой. Түріктер келді, қытайлар келді, Россия келді. Істетеміз. Бірақ бізге ол саяси жағдайлар қызық емес, бізге ауылдың өзі, халқы қалай өмір сүріп жатыр. Халық енді бала шаға вақтыда жұмыс істеп жатыр ғой. Ауылда жұмыс жоқ, только пенсионер, шал мен кемпір отырғандар. Магазинде де соны айтып жатыр. Жастардың бәрі вақтыда 15 күннен істеп келеді, 15 күн демалады, болмаса бір ай істеп, бір ай демалады, сондай жағдай. Сонымен күн көріп жатыр. Енді ауылымыз үйренген жер, басқа жерге кетпейміз, болды. Біз қалдық қой ауылда үйренген. Жоқ, былай кетіп қалатын ауыл емес, күшті ғой, табиғатыңызды қараңыздаршы, табиғатпен байсыздар. Ескерткіштер тұр, осы жайында айтарыңыз бар ма? Ескерткіштің енді мынаны Ленинді аламыз деп еді, алдырмады ғой халық. Ол бұрыннан келеткен Ленин атамыз. Естелік жағынан. Естелік. Оны алдырған жоқ, қарсы болды халық, аламыз деп еді. Енді баяғыдан келеткен Ленин атамыз ғой, оқы, және оқы деген. Оны алсақ енді бір түрлі болып қалады ғой клубымызда, шынын айтқанда. Үйренген көзіміз. Клубтың ерекшелігі деп жатқаны бізге бірінші көзге түскені ол Лениннің ескерткіші. Сол баяғы өзіміздің кішкентай кезімізде түсініп қалған, көріп қалған Лениннің бұлай тұратын ескерткіші осы жерде әлі бар екен.
соған қатты таңғалып жатырмыз. Ал клуб туралы ақпарат таныстырып жіберсеңіз. Клуб 1938 жылы пайдалануға берілген. Одан бері қарай түрлі шаралар өткізілген, жарыстар болған. Бұнда ұлттық оркестр болған. Ұлттық оркестр Мәскеуге дейін барып өнер көрсеткен осы жерден. Бұл жерден талай атақты тұлғалар шыққан. Сатыбалды Нарымбетов білесіздер, ол кісі де осы Ащысайдың тумасы. Осы жерде кино түсірген. Жизнь маленького аккордеониста деген бар, Көзімнің қарасы, Гамлет и Сузака деген кино фильмдері бар. Бұрын бала кезде көріп өстік, солардың барлығы. Осы Ащысайда түсірілген. Бұл жерде талай кино көрсетілген. Енді біз енді көріп үлгермедік, бірақ әке-шешеміз көрді. Бірақ сол ескі аппараттары бар. Көрем десеңіздер, сізге көрсетейін. Қазақ СССР-ның бірінші компартиясы деген сөздер миыма келіп отыр да. Сондай бір ерекше атмосфера туындайтын зал, сахна. Енді бұл жерге көрініп тұр, жасыратыны жоқ, ремонт керек. Енді бұл кісілер құрылыс жұмыстарын, ремонт жұмыстарын өз қалталарына шығару әрине қиын. Сондықтан да міндетті түрде жоғары жақтан жақсы көмектер болады деген сенеміз. Осы жақтан стадиондың сұрап, солай төсеп алдық қой өзіміз. Кім өнер көрсеткен? Бұл жерде Бибігүл Төлегенова, одан бөлек тағы да атақты артистер, қазаққа еңбегі сіңген қайраткер деген сол кісілердің барлығы өнер көрсеткен. Бізбен енді білсеңіздер Нұржан Ыстаев деген, Әйгерім Қалаубаева, тағы да Еркебұлан сол Алдараспанда басында ойнаған. Енді еске көз түсіп тұр. Біраз қазір енді жас нелер, Зайырбек Алын білетін шығарсыздар. Зайырбек Алы осы Ащысайда мына жерде тұрады үйі. Тағы қазір енді жас шығып келе жатқан жұлдызымыз енді Ақсұлтан Әнуарбек деген Түркістанда театрда Үйірмелер де бар деп естідік. Өзіміздегі қызметкерлер өткізеді, домбыра, көркем сөз. Осы ғимаратта білмеймін, қауесет бар, асәңгіме ма, Англия, Ұлыбританияның адамдары. Англиялықтар бізде әртүрлі ақпарат бар. Негізінде пленге түскен жапондықтар соққан дейді бұны. Таспен қаланған бұл жер. Бірақ оны тарихқа сүйенсек, пленге жапондықтар 41-45-тен кейін түсті ғой. Оның алдында пленде американдықтарда финдер болған. Может, финдер соққан шығар. Өйткені мына жақта бізде бір ауыл бар, Амангелді көшесі. Финский үйлер дейміз да, финдер соққан. Может, сол уақытта, өйткені бұл 38 жылы пайдалануға беріліп қойды ғой. Соғыстан кейін емес. Соғыс басталғаннан кейін бұл аяқсыз қалып кеткен. Бұл мына бір қанаты кинотеатр, арғы жағынан екінші қанаты шығу керек болған, концертный зал болу керек болған. Енді барлығы, бірақ осының өзі қазір керемет архитектурамен СССР кезінде архитектура бойынша қазақ СССР кезінде сол кезде екінші орында тұрған. Бұл кітапхана, бұнда 8000 кітап қоры бар. Біз алып тұрғаным. Бұна шкафтар бар. Өтініш сіздерден шкафтарды ауыстырмаңыздаршы. Жаңа заманауи шкафтар болады ондай. Олар тұра берсін. Ешқашан бұзылмайтын, сынбайтын әдемі нәрселер бар. Файлдардың ішіне сап қойдық. Пластмасс, пластик. Міне нағыз картотекалар. Ойбай, ашқан сайын 10 жыл, 20 жыл артқа кетіп бара жатқан сияқтымын. Құрметті көрермендер, мына жердің жарайды сіздер обстановкасын былай видеодан түсініп тұрсыздар. Мен иісін сезіп тұрмын. Көп кітаптардың, сосын мынандай газеттердің. Бұл жерде 38-ші жылы ашылса клуб, 38-ші жылғы да кітаптар бар екен. Осы ғимаратпен жасты кітаптар да бар екен. Мына жаңа кітаптарымыз, ескі кітаптардың өзі. Мен енді ескі іздей бергенге жаман түсіп қалмаңыздар. Жай ғана осындай бұрынғы заманға бір сапар шекіп келгенді жақсы көремін. Құрметті көрермендер, мынаны қараңдаршы. Көрмеге қоямыз деп сақтап отқан дүниелеріміз ғой, көрме жасасақ.
Бұның басында негізі болады. Тегізіп қойып береді. Шәкен Айманов фильміміз Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы ұсынады. Қымбатты Милатжан дейтін кадрлар ғана. Әлі басталған жоқ. Бұл документальный фильм сияқты бір адам. Көрініп тұр ма? Жеке бір тұлғаның документальный фильмі сияқты. Келесі бөлмеде сол жаңағы көрген кадрлар бар, лентамыз бар ба? Соның қандай кино аппараттарға салынғанын көреміз. Ол да ескі заман. Мынау все бұрынғы кино аппараты. Ашады, ішіне пленкасын салады. Бір освещение керек ғой. Освещение бізде Фонарь жүреді. Бұрынғы кинотеатрдың аппараты ғой мынау. Дәулегін қарасаңыздаршы, пушка ғой мынау. Мынау мультфильм көрсететін. Бұрынғы заманның адамдарын айтқанда. Мынау орап қойғанымыз жаңа аш тиіскізбей отқанымыз ғой енді. Ананы енді мен киген кезде өзі разбирать етіп тастаған екен біраз. Мынадан ашады ғой үшін. Ашады деп қояды. Анау сахнаға қарай түсіреді. Киноны көрсете береді арқылы. Қараңызшы. Бұрынғы заманның адамдарына айтқанда мына жерге күдер болып келді ғой. Әйтпесе. Мына есіктен қалай кіргіздің мына? Бұзып-бұзыла келіп құрастырған. Мынаның әр бұзылып әкелгеннің өзінде әр деталі ауыр ғой. Мыналардың өзі бір килограммнан. Мынау несі оптикасы тұр, солай сақталған. Оптикасына тиіспепті қайда. Ауыл тұрғындары айтады. Индийский кино болатын. Зита, Гита, жажда мести. Менің ойымша, мына жақтағылар 15 теңгемен кіреді. Мына жақтағылар 10 теңге, 5 теңгемен кіретін орындар. Или бұл VIP кабина, VIP зал. VIP көрермендер отырады, 20 теңгемен отыратын кездер шығар. Білмеймін, өзім бір толқыныс үстінде бір қуанып жүрмін осындай жерге келгенде. Маған жеке өзіме бір күшті заманауи модернизацияға толып қалған ғимараттар ұнамайды. Жаңағы ішіне кірген кезде лифтімен көтеріліп, лифтілер жанымен көтеріледі. Осындай дүниелер, осындай ғимараттар қатты жақсы көремін. Қатты көп болмаған екен мына жақта. Кішкене вид болсын деп бір жағынан мына жақты. Әйтпесе бәрін өкше болсаң 400 адам болады, 400 орын. Енді үлкен нелер бізде Кентауда қалалық нелер емес 400 орындық. Басқа енді ауылдарда бір ары кетсе 80-60 ғой қанша. Үлкен. Жаке, сізге үлкен рахмет. Кішігірім осындай гид болып бізге таныстырғаныңыз үшін және екіншіден осындай ғимаратта жандандырып жүргеніңіз үшін. Бұл видеода барлығы көре жатар, көмегін тигізетін ағаларымыз да шығуы мүмкін. Дегенмен де сіздің осы жасап жатқан еңбегіңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Біз әрмен қарай сапарымызды жалғастырайық. Жақсы, рахмет. Ауылдың арасы кең ашық қой, сондықтан да көлік ішіндегі дүкендер де бар екен. Осылай газельдер мен жеміс жидек сатады. Құр тоқтатпайық деп жүзім алып жатырмыз қазір обедімізге. 1 килограмм жүзім алдық. Осы үйлер 2 қабатты 1930 жылдары салынған екен. Менің кино түсіретін актер болып жүрген, жалпы режиссерствомен айналып жүрген достарыма мына жер өте керемет локациясы. Фильмдер түсіруге әдем келеді. Қазіргі фильм болсын, ескі замандағы фильм болсын, қараңыздаршы. Мына үйлердің барлығы өте сол баяғы 30 жылдардағы кәдімгі. Оның алдыңғы жылы болса да, соғыс жылдарындағы үйлердегі аумайды. Бір ғана ерекшелігі айналардың барлығы пластикпен қапталғандықтан осылай болып жатыр. Дәл осы үйлердің біріне қазір бізге қонаққа шақырып жатыр. Ашсай ауылының тұрғындары да өте жайлы, қонақжай кісілер екен. Қазір ішке кіріп дәм тататын боламыз. Соғыста да әбет болған дейді операторымыз. Сондықтан да алғаш болайық.
Бұл жерде баяғыда 14 мың халық тұрған. 14 мың. Иә, қазір 1,5 мың. Онда да бәрі шетте істейді. Ауылда жұмыс жоқ. Одан кейін осындай тастан үйлер бұл емес, бұның артында да үйлер бар, барақ үйлер. Ар жақта 4 барақ бар. Қазір ар жүрсеңіздер. Бұлар сол бұрын осы жерде тұрып кеткен кісілер қазір келіп тұра ма осы ауылдың жағдайын біліп көріп қайтып бір хабар араласып хат алыстырып ма? Келіп көріп, суретке түсіріп, бала шағаларыңыз келіп мына жерде тұрдық деп орыстар көп келеді Ресейден. Өзбекстаннан келеді, мына өзбектер келеді. Солар келіп көріп, суретке түсіп, мына жерде тұрғанбыз деп жаздың күндері қыдырып, ауылмен танысып, мынау 2-3 мектебіміз бар, анау бір мектеп, Астайда 2 мектеп, баяғыда 4 мектеп болатын. Қазір енді осыдан 20 жыл бұрынғы Ащай мен қазіргі Ащай салыстырғанда айырмашылық бар ма екеуінің арасында? Конечно, айырмашылық бар. Баяғыда 20 жыл бұрын бұл жерде Московская вещевичный болған. Иә. Бәрі болған. Автобус қатынайтын жер, бештейміз автобус, заводымыз істейтін, шахтымыз істейтін. Халықтың бәрінде жұмыс болады. Қазір ешкімде жұмыс жоқ. Мектеп, насос болды. Әкімшілік. Басқа мына көше жинайтындар бар, болды. Бұл үйлердің бәрі тастап кетті, бірақ та біреуінің үйінде бос емес. Бәрі прописка осы жерде, бәрі көшкендері көшіп кетті, көшпегендері қалаға. Сонда мынау терезесі сынған үйлерде пропискасы бар адамдар? Иә, бар. Оларда былайша аламайсыз оны. Олар прописка қызы бар. Неше адам тұрады мына үйде? Мына үйде 3 адам тұрады мен. Жалпы неше? Мынада 3 адам, анада 1 адам тұрады. Болды. Полный неше квартира? 60 квартира. 60 квартира бар. Ода көп бар, арда 15 бар, сол ғана тола. Ортада бар, 1-2 адамнан жоқ, қалған бәрі осындай, тур осындай. Ар жақта 4 барақ бар, 4-еу де осындай 3 этажды. Ояқта да әр подъезде 2 адам, 3 адам болды. Ар жақта 26 бар, 5 этажды. Ода 1 адам тұрады. Болды, қалған бәрі бос. 5 этаждық үйде? Иә, 1 адам тұрады. 1 адам тұрады. Бір орыс бар, ауылда. 3 орысымыз қалды, соның біреу ақ тұрады. Не дом, а холодильник деп жатыр. Бетон. А тепло только с печи, да? Уголь сжигаете. Можем подойти к вам в дом? Ой, что там делают? Мы хотели вот 5-этажный дом посмотреть. Вот только что узнали, вот Мухтар ага сказал, что вот там в 29-м доме, да, живет только, в 26-м доме живет только 1 житель, а остальные 63 квартиры, никого нету там. Только вы там живете, да? Полный дом. Мына бір үйде 64 квартирасы бар, бір үйде 5 қабатта. Бір ғана кісі тұрады екен, осы ағамыз ғана тұрады екен. Можно еще раз историю вашу? Вот. Здесь, да, родились? Да. А семья? Семья в Алмате. Алмате. Родственники, братья, сестры? Интау есть. Сестра двоюродная. Только что сказали, брат есть. Братишка двоюродный. Он в Байконуре там живет. Сказали, что брат пропал. Да. В Россию уехал. Он шульдер был. Вот картежник. Я его в Джамбуле спасал, в Чемпионате спасал. От этих карт. Я что? Ты выиграл деньги. Тебя кто отпустит, тебя убьют и все. Вот такой брат был. И пропал вообще, нету его. Его или поймали там, в России, что вот этот карты он химичит там. И убили, наверное, не знаю. А про этот дом что скажете? Про этот дом? А этот дом, он старше меня. В магазинах долг даете? Там хлеб, там еще магазин. Хлеб у него продукты Кентавр беру. Когда пенсию получает, там в городе, продукты оттуда беру. Только хлеб беру. Все. Мынаны қараңыздаршы енді. Мен қазір мысалға Володя ағаның үйіне бара жатырмын. Тікелей мағынада. Мынаның барлығы Володя ағай тұратын үй. Бұл жерлерде адамның аз болуынан міне сиырлар, жан-жануарлар
өздері ғана қорықпай жүре береді. Менің білуімше енді мына үйге қарап тұрсам барлығының подъездері жабық, бір ғана подъезд ашық, осы үйде тұратын секілді. Мен түсінгенімше мына үй Володя ағамыздың үйі осы. Барлығы айналып кеп туындайтын бұл ауыл неге пайда болды, қалай пайда болды, не үшін бұл жер таудың ортасында, неғып тұр мына ауыл деген сұраққа жауап. Мына дәл осындай шахталар соғыстың кезінде осы Ашсай ауылындағы барлық шахталар, мынау енді 8-ші горизонт екен, 8-ші точкасы 1964 жылы ашылған. Ал оған дейін соғыстың алдында барлық шахта жұмыстарын бастаған екен. Мақтанатын тұсы Ашсай ауылының соғыстағы 10 оқ дәрінің 9-ы осы Ашсай ауылынан барған екен ғой. Осы өңірден, жалпы біздің оңтүстік өңірден. Енді бұның ішіндегі байлықтар, бұл жерден шыққан байлықтар Кеңес үкіметі кезінде бастап пайда болды. Одан кейін егемендік алғаннан кейін де сәл ғана уақыт жұмыс істеген екен. Барлық қазба байлықтардың барлығы бар. Қазіргі таңда көптеген елдер осы қазба байлықтардың қалдықтарының өзіне таласып алғысы келіп жатқан жайы бар екен. Ал ішке кіріп көрейік дейін десем, қорқып тұрмын, құрметті ағайын. Алыстан көре берейікші, өтініш. Қазір үшін толығымен таудың суы, одан кейін қардың суы басқан. Іші кәдімгідей водопадтың дауысы естіліп тұр. Сонымен біз Ашсай ауылына, Ашсай елді мекеніне келген сапарымыз аяқталды. Өте қызықты болды деп ойдамыз. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Дәл осындай тектес тағы да ауылдарға барып түсіреміз деген уәде береміз. Рахмет, құрметті көрермендер, осы видеоның дәл соңына жеткен болсаңыздар, осы видео ары қарай дамысын десеңіздер, лайк басып, пікір жазыңыздар, ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Барлықтарыңызға рахмет, қош сау, аман болыңыздар.